Сәлем достар, бүгін біз 3D форматындағы пачуба салатын бірге дайындайтын боламыз. Дайындау жолын білгілеріңіз келсе, видеомды толығырақ көруіңізге кеңес беремін. Бұл балық салатын жасау үшін ең алдымен бізге осы форма қажет болады. Осындай форма. Желатинімізді алдымен ыдысқа 15 граммдай салып, үстіне бөлме температурасындағы суды құямыз да жақсылап араластырамыз. Желатинімізді араластырып алғаннан кейін, оны еріту үшін ыстық судың үстіне осылай булап ұстайтын боламыз. Желатин ерігеннен кейін үстіне майонез саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, осылай сұйық болғанша, яғни жақсылап араластыратын боламыз. Енді осы формамызды ең алдымен майлап аламыз. Салатымыз дайын болғаннан кейін формадан жақсы ажыратылуы үшін мен осылай майлап алған болатынмын форманы. Астына және де табақ, яғни ыдыс қойдым. Қозғалып кетпес үшін, яғни кедергі келтірмес үшін салат жасаған кезде, және де формамыз әдемі шығу үшін астына бірінші майонезді жақтым. Свекланы майонезге жақсылап тұрып араластырып, формамызға орналастырамыз осылай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар болады. Айтпақшы достар, мен алдымен барлығын суға пісіріп алған болатынмын, чөркадан өткізіп барлығын дайындап алдым. Тұз қосып, алдын ала қайнатып, үкіштен өткізіп алған болатынмын. Енді осы сәбізбенен картобымызды араластырып, үстіне майонезін құйып отырып, араластырып, свеклодан кейін тығыз етіп орналастырамыз. Сәбізді орналастырғаннан кейін үстіне майонез құйып отырып осылай жасай берулеріңізге болады, бірақ маған осылай ыңғайлы, өйткені осылай жағып шыққанда да, яғни орналастырғанда да жақсы әдемі жағылатын болады. Одан кейін міне жұмыртқаға көріп тұрғандарыңыздай тағы да майонезбен араластырып осылай орналастырған болатынмын. Енді картоптың екінші бөлігі қалған болатын. Мына видеода байқасаңыздар, оны да осылай майонезбен араластырып, тығыз қылып, жұмыртқадан кейін жағып шыққан болатынмын. Енді міне бізде ең соңғы балық, сельд балығы, оны да осылай орналастырып, одан кейін майонезімізді осылай үстіне құйып, жақсылап жағып шықтық. Одан кейін міне пищевой пленканы осылай орналастырып, жағып, морозильникке 30-40 минутқа қойып алған болатын. Одан кейін міне ыдысымызға жақсылап бір шетін тартып, яғни ауасын, көріп тұрғандарыңыздай, ауа кіргізіп барып шығарған болатын салатымызды. Міне керемет біздің пачуба салатымыз, яғни балық формадағы салатымыз дайын болды. Дастарханның көркін келтірері сөзсіз.